Сәлем досым, бұл Көз әлемі каналы. Сен Ойжымбақ 2 мультфильм көргенсің бе? Бүгін саған Ойжымбақ 2 мультфильмі жайлы викториналық сұрақтар жасырамын. Барлығы 21 сұрақ, ойлануға 10 секунд, бір дұрыс жауапқа 1 ұпай аласың. Ойынды бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпа. Дайынсың ба? Ендеше кеттік. Райлидің анасының аты кім? Райлидің анасының аты Дженни. Бұл қай эмоция екенін тап. Дұрыс таптың, бұл үрей. Райли қанша күнге лагерге барды? Райли 3 күнге лагерге барды. Райли қандай спортқа қызығатынын білесің бе? Дұрыс, Райли хоккей спортына қызығады. Қайсы жақ Райлиге өзін ғана ойлауды үйретті? Әрине, бұл жаңа эмоциялар. Ойжымбақ 2 мультфильмде Райли қанша жасқа толды? Иә, Райли 13 жасқа толды. Хандра Райлидің ойын немен басқарады? Әрине, телефонмен басқарады. Мына жердегі эмоцияны таба аласың ба? Бұл ностальгия. Мына жерде қайсысы Хандра екенін білесің бе? Әрине, Хандра міне тұрғаны. Ойжымбақтағы екінші пайда болған эмоцияны білесің бе? Екінші пайда болған эмоция мұң. Смайлик арқылы эмоцияны тап. Әрине, бұл ашу. Эмоцияларды банкадан кім босатты? Қорқынышты құпия. Бұл қай эмоцияның көзі? Әрине, бұл қызғаныш эмоциясының көзі. Райли шашын қандай түске бояды?
Дұрыс айтасың, Райли шашын қызыл түске бояды. Мына көз қай эмоцияның көзі? Бұл жиіркеніш эмоциясының көзі. Жаңа эмоциялардан ең бірінші пайда болған эмоция. Дұрыс, ең бірінші үрей пайда болды. Смайлик арқылы адамды тап. Әрине, бұл Райли. Кімнің көзі екенін тауып көрші. Дұрыс таптың, бұл Райлидің көзі. Ал енді мына эмоцияны тауып көр. Әрине, бұл үрей. Райлидің қай достарын таңдайсың? Жауабын комментарийға жаза кет. Саған қайсы бөлім қатты ұнады? Ой жұмбақ 1 ме, әлде ой жұмбақ 2? Жауабыңды комментарийға қалдыр, сол жерден оқитын боламын. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпа. Және де осы видеоны өз досыңмен бөлісе кет. Саған келесі қызықты видеоларды көруді ұсынамын. Ал ендеше сау бол досым.